Қайырлы күн, алтыннан да ардақты, күмістен де салмақты, қадірменді көрермен. Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында кезекті Маңғыстауға саяхат бағдарламасы және оны жүргізушісі мен Ағырысбек Арысқызы. Бүгінгі саяхатымызда әлі күнге дейін қазақы қаймағы бұзылмаған Қостаудың баурайында орналасқан Жармыш ауылының бір күндік тыныс-тіршілігімен танысатын боламыз. Ендеше кеттік. Апам бүгін маған осы тоқыма тоқып, ұшығы үйіріп үйретсеңіздер? Үйретеміз ғой. Мына енді менің көрші құрбыларым, көршілерім, солар бәріміз абырой өстіп істейміз мынандай. Ішті. Бұл сонда тоқыма, бұны қайда қолданасыздар? Бұл ағаш үйге де пайдаланамыз, желбау, тастама бау дейді, жаңағы кереге таңғыш деп айтады. Қыздардың, ұзатылған қыздардың санттарын да таңады. Мыналарды уақытта осындай тоқып алып, жаңағы не қыламыз. Алашағылыпта құрай береміз. Енді сұранысқа қарай біреулер өсігін қазақ елді жақсы көріп қолдамаса ғой, енді соған нәскей тоқимыз. Бәріміз бос отырмаймыз. Бұрышта кейде күмісті сыртқа шығында деп ширатамыз. Мына болмысы. Шекерін иі басылды. Жаймен созып. Жуан болса иірі. Қазір. Маңдайымнан сипап өткен самалдай, қазағымның мақтаны деп білем. Атты мекен, көкейінде мекен. Маған осындай кішігірім мастер-класстарыңызға рахмет. Мен мына тоқыма тоқып, ұшық үйіріп үйрендім. Жалпы өздеріңіз болашақта немесе қазіргі күнде немерелеріңізге, қыз келіндеріңізге үйретудесіздер ме осылай тоқыма тоқып? Үйретіп жатырмыз. Үйренем деген балаға үйретеміз. Жаңа мына менің кенже қызым осы бұрын оқу деп жүрді, осы биыл үйренді. Биыл мен бір 2 рет бір сағат келіп өзім үйреніп алдым. Рахмет. Тез үйреніп алуға болады, үйренем деген адам болса, мастер-класс жасаймыз бұйырса. Ендеше біз жүрейік. Жақсы. Рахмет. Сіздерге де. Ауылым жердегі жәннатым, мен өзіңе қайта көшемін. Көрпе төсеп қарсы алатын өлең төсегі. Саламатсыздар, апа, қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Апа, сіздер осы мал шаруашылығымен айналысасыздар ғой, да? 4 түлік мал. Жылқы, қандай мал шаруашылықтары бар сіздерде? Жылқы, сиыр. Барлығы бар, енді 4 түлік шаруашылық, құстар бар, тайлар бар, түйе сауамыз, құрт балғаймақ қайнатамыз. Мына қыстық мезгілде соғым сойылады, малдар жіліктеп. Осылардың жем салу барысы, сауы барысымен сіздер таныссын деп бір күндік мына ауыл шаруашылығының несіне келіп қалған екенсіңдер. Осы ауылдың бір күндік мына тұрмыс тіршілігімен таныс боларсыңдар. Жалпы мал шаруашылығымен қанша уақыттан бері айналысып келесіздер? 7-8 жыл болды. 7-8 жыл. Жалпы қазір ірі қара мал басы қанша сіздерде? Мына қысқа байланысты ғой, қыс қалай шығады. Жақсы болса малдың төлдеуі де жақсы болады, қыс қатты болса аздап шығындар болады. Әр кезде әр қалай енді малдың несі, өсімі. Жалпы малдан қандай өнімдер аласыздар? Малдан алып отқанымыз енді биылғы құрт балғаймақ, сүт сауылады ғой енді, сүт. Шуат дайындалады, одан құрт балғаймақ дайындалады. Осы бір түйені қазір сауы сәтінен үзінді бөлерміз. Аха, жақсы. Бұл жерде қаздар бар, тауықтар бар, қораның ішінде жылқылар бар, тайлар бар. Соларға жем салу нелерін көрсетейік, үзінділерін аз-маз үзінсін. Ендеше кеттік. Жем салып бірінші, содан бастайық. Енді жем көптеу кетеді ғой. Шөп енді түсіріледі. Ауылда шаруашылық дейтін жақсы ғой негізі білген адамға. Көп адам қиын деп қашады. Осыларды жемдеу, осыларды реттеу, жаз бойы құртын тазалау, түгендеу, сол жұмыспен айналысасыздар. Ауылымды сағындым, бауырымды
сағындым елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Көктемнің басында 1 литр береді, 1 литрден асырып береді көктемнің басқа уақыттарында да. Қазір енді сүті қашты ғой қазір. Сүті азаяды қазір, аздау болады да. Жалпы қысқы мезгілде сіздер түйелеріңізді жайлауға жібересіздер ғой, ұстайсыздар ма? Ұстаймыз ғой. Келеді ертең айдап келіп қайтадан сүтеді ғой ботасына қалмағасын. Құрт қайнатылады, балқаймақ қайнатылады, шәрбат жасалады, қатқан секер жасалады, шұбат болады, сүт болады, қатық, творог, жаңа сүзбе барлығы жасалады бұл сүттен. Түйенің сүті дейтін бұл тұрғанмен толы кальцийге толы өнім деп айтылуға болады. Живой кальций ғой негізгі. Қазір барлығы дәрі ішеді мысалы. Мен мынаны шикілей ішемін мысалы шұбатқа құйып та. Шұбатта келмей қалғандар, мына шұбатқа құйып шикілей ішеміз біздер. Пісіріп ішсең негізі витамині өледі дейді сүттің. Біздер шикілей іше береді, балдар ішеді. Іші қатқан ештеңе де қылмайды. Жақсы апа, рахмет. Бүгінгі бізбен бірге мал шаруашылығының кішігірім өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырғаныңызға. Келесі кездескенше рахмет. Көп сізге. Я берсі. Бұл жалпы сиырдың сүтінен не өнімдер шығады? ірімшік брензі басамыз, сосын таңертең уақыт, ана кешке келген уақытта құйттай сүтінен сүт құйып қойсам, қаймақ сүт, соны бетінен май қылып аламын. Күшті. Сармай, кәдімгі сармай. Сосын тортасына айырсаң, ол тіпті тәтті болады. Сүттің жаңағы жемді көп салсаң, кешке қазір жемді көп саламыз. Өрістен келгенде шамалы шығады да, таңертең уақытта мына шелек ұртып толып шығады. 2 шелекке бөліп аламын сосын. Соны ұйытам, жаңа ұйытып кеттім үйге. Таңертең соғанымызды кастрюльге ұйытып. Алғаш рет сиыр көріп жақсы шығып жатыр сүтін. Осындай міне сиыр сүтінен ірімшік және брензі өнімдерін алады екен. Қазір сіздерге кішігірім осы сүтті сүзу барысын көрсететін боламыз. Қостаудың баурайында орналасқан Жармыш ауылының тұрғындары табиғатпен үндесіп, ата-бабамыздан қалған дәстүрлерді сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізуде. Ауыл тұрғындарының еңбекқорлығы мен ұлттық дәстүрлерге деген құрметі бізге бүгінгі үлкен тәрбие берді. Бүгінгі ауылда өткен бір күнімізде қайнап тұрған тыныс тіршілікті көрсеттік деген ойдамыз. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі біздің саяхатымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Келесі жүздескенше қош, сау болыңыздар.